Шавкат Рахмонов американдықтарға UFC 296 турниріне қарай жаңа сұхбаты. Жекпе-жекті соңына дейін жеткізбей аяқтау саған қысым жасата ма? Ең бастысы маған жеңіс әкелу, бірақ әрине мен әрқашан финиш жасауға мүмкіндік іздеймін. Басқа байыстер осылай сен сияқты ойлай ма, жоқ па? Олар рисковать етпейді, олар мен сияқты бар күшін салып берілмейді. Осыған дейін сен осындай каратэ стилінің жақсы шеберімен кездесіп көрдің ба карьераңда? Ешқашан. Соңғы екі адам Вандербойды жеңгендерден тек күрес арқылы жеңіпті. Және осы аптада Вандербойға осындай сұрақ қойған. Қалай сенің ойыңша? Шавкат стойкада соққылар жасай ма деп, ол былай жауап беріпті. Жоқ, ол тек менімен күреседі деп. Сенің бұл туралы қандай ойың бар? Бұл оған да байланысты, бірақ менің ойымша мен стойкада да одан жаман емеспін. Оны ударкамен де жеңе алатыныма сенімдімін. Сен Вандербойды жеңсең титульный бой аласың ба? Мен білмеймін, бұны UFC шешеді, бірақ мен Белал Мухаммедті оған лайық деп ойлаймын. Осы келе жатқан UFC турнирына запасной боец екенін білемін, бірақ әрине мен чемпиондық жекпе-жекке дайынмын. Қойған лайк пен жазған комментарийіңізға үлкен рахмет.